Сәлем достар, сіздермен бірге Тока Лайф анасы. Бүгін менде жаңа видео, ол бізде бала күтуші бірінші серия деп аталады. Бала күтушінің орысшасы ол няня. Маған алдыңғы жолдағы видеоларда няня деген видео түсірші деп жазып кетіпті. Сондықтан да мен оны орындаймын. Ал ендеше біз бастаймыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Отбасында 4 адам бар. Олар сіздерге таныстырып өтейін. Біріншісі ол әкесі Мұрат, келесі ол анасы Айнұр, келесі ол қызы, үлкен қызы ол София. Ал ең соңғы баласы, кенже ұлы, ол бізде Арман деп аталады. Бұл үйде тек қана әкесі ғана жұмыс істейді. Келесі анасы да жұмысқа шығу керек болады. Солай олар бір шешімге келіп, бала күтуші жалдағысы келеді. Садикке берейін десе, апарып алып келетін адам болмайды. Және оларға ыңғайлысы бала күтуші жалдау. Олардың қызы болады. Ол азанда мектепке барып, түсте қайтады. Түстен кейін қосымшаға барады. Ал мен онда жарнама берейін. Ал сен бере аласың ба? Я, әрине бере аламын. Кеттім. Бізге бала жалдаушы керек. Так. Жазайын. Болдым. Енді күту керек. 2 сағаттан кейін көп әйелдер звондай бастайды. Айнұр, бері келші. Ау, қазір бар жатырмын. Я, не болды? Бізге көп қыздар звондап жатыр. Біреуін таңдау керек. Я, сен сөйлесе бер. Солай олар жол жерден бір қызды таңдап сөйлеседі. Келесі күні. Қайлы таң, азан болыпты ғой, Мұратты оятайын. Мұрат, тұр, кешігеміз, бала күтушіге хабарласу керек, онымен танысу керек. Ай, жарайды, онда мен жуынып тәрбиешіге хабарласа берейін. Анасы мен әкесі жұмысқа дайындалып жатқанда, бала күтушінің өзі де келеді. Мәссаған, осы үй ма? Қателесіп қалған жоқпын ба? О, бала күтушінің өзі де келген сияқты. О, қош келдің. Сәлеметсіз ме, осы үй ма? Я, осы үй. Жүр, төрлет. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мариям. Мен 5 жылдан бері бала күтуші болып жұмыс жасағанмын. Және балабақшада да жұмыс істегенмін. Жарайды, сен маған ұнап тұрсың. Біз саған сенеміз. Баланы саған тапсырдық. Жұмыс уақыты таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін. Сенбі, жексенбі демаласың. Сенің жұмысына балаларды тамақтандыру, ұйықтату және кешкі тамақ әзірлеп қою. Я, жақсы, аладамаңыздар, балаға жақсы қараймын. Бала күтуші өзін мақтап, үйге бала күтуші болып жалданады. Сөйтіп ата-анасы қызы жұмысқа мектепке кетеді. Ал үйге бас көз бол. Балаға дұрыстап қара. Біз кешкі 6-да келеміз. Жарайды, түсіндім. Сау болыңыздар, сәттілік. Сау бол. Сау болыңыз. Уф, әрең дегенде кетті ғой. Үйлерін қарап шығайыншы, әдемі сияқты. Бала ұйықтап жатқанын пайдаланып, бала күтушісі үйдің бәрін қарап шығады. Мәссаған, мұна үйдің әдемісін-ай. Керемет, бұндай үйде тұру бізге арман ғой. Мына жақта не бар екен? Мәссаған. Қызық. Мұнда йога. Мына жаққа айналысу керек қой келіп. Жарайды, бұл мен іздеп жүргенім емес. Косметика. Так. Бұл вроде қыздың бөлмесі. Жарайды. Ешнәрсе жоқ па екен? Так.
Жарайды, кеттім. Бірінші тұрға түсіп қарап келем. Бұл жерге мен бала қарау үшін келген жоқпын. Мен бұл жерден бағалы заттарды алып, тезірек кетіп қалу керекпін. Ешкім таппайтын жерге. Сонда мен бұларға кешкі ас дайындап берем ба? Жоқ, мен оғаларға бір сылтау айта салам. Так, мұнда косметикалар бар екен, қымбат. Жарайды. Сол осылай жүрген кезде бала оянып жылай бастайды. Той, уже оянып қойды ма мына бала? Неге ұйықтамайды? Жарайды, бар, жуындырайыншы. Жүр, мен сені жуындыра. Неге жатырқап жатырсың менен? Ұнамай ма? Қандай тамақ берем енді мен саған? Отырш бар орнына. Так. Мен тамақ пісірмеймін ешқашанда. Одан да мына холодильниктен бір нәрсе алып бере салам. Не жейсің? Ештеңе демейді ғой мынау деген. Мынаны бере салайын. Іш тамағыңды. Не жылап отырсың? Іш тамағыңды, бұл тезірек. Уже ма? Болдың ба? Енді ыдыстарыңды жу өзің. Ой, мына үйде посудомойка бар екен ғой. Соған сала салайыншы. Мына шайды ішесің бе? Сүремей ақ қой. Дым сүре алмайды. Не бар екен мына жерде? Балалар осындай. Өзімде бір нәрсе ішіп алайыншы. Коктейль бар шығар. Азан мен ашуландырып атамды. Бар ойна енді ойыншықтармен. Қазір тағы да бір бәлеге ұшырап қалса, мен кінәлі боламын. Ойыншықтарың бар ма өзі? Я, бар. Қайда? Мынау білмейді ғой. Бір сормаларды бар ма екен? Міне тұр ғой. Мұнда отыр да ойна. Мә. Мен мұнда отырам. Мына жаға демен екен. Жарайды. Сағат 3 болыпты. Түскі. 3 сағат ойнадың ғой, болды, жетеді. Қарным ашты. Жүр. Не берем мен бұған? Бәрі уже надоело. Жеміне. Өзің алып ішетін уақытың болды ғой. Не көресің? Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Екінші серия тез шықсын десеңіздер, арнаға тіркеліңіздер және колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер екінші серияны міндетті түрде бірінші